Жалпысы жаңеги осы саяхат компаниясын құруыңыздың себебі туралы қысқаша айтып өтіңіз. Иә, сол мен негізі өзім маманым мұғалім. Химия және экология пәнінің мұғалімі. Монғолияның ұлттық университетінен 2002 жыл бітірдім. Сол бітірген жылы сол мына туған жерімізге оралып, Баян-Өлгей аймағына келіп осында сол орта мектептерде мұғалімдік болып қызметімді бастадым. Сонан кейін сол мектепте мұғалім істеп жүргеннің арасында ағылшын тілінің курстарына жүріп, сол ағылшын тілін үйрене бастадым. Сондықтан сол енді мына саяхатқа қарай бет бұрудың ең негізгі бір түрткі болу себебі ана ағылшын тілге деген кішкене қызығушылық болды. Оны ары қарай жақсарту үшін сол сырттан келген, сонда мына біздің аймақта өмір сүретін кейбір шетел азаматтар болады, әртүрлі шетел жобаларында жұмыстайтын адамдар болады. Солармен ақырын байланыс жасау арқылы сол тілімді жақсарта жүрдім. Сонымен сол ары қарай бір түрткі болып саяхат саласына кіруге негіз болды. Бірақ енді одан бұрында да бір осы саяхат. Сонда сол сіз ағылшын тілін үйреніп жүрген кезіңізде саяхатшылар келіп бастаған ғой, иә? Иә, бізде негізі сол кезден қызығушылық басталды ма, әлде бұрын соңғы жылдары біздің білетініміз енді көп жылдары енді Моңғолиямен көп ондай қатты байланыс жоқ, жазғы демалыста бір барып қайтатын сондай бір көп ізденіп қарамадық та. Соңғы жылдарда сондай сұраныстар көп та, әлемдік деңгейде сондай бір ақпараттарда, жаңағы фильмдерде болсын, көптеп андай Моңғолияны таныстыру көбейіп кетті да, соған байланысты негізі саяхатшылардың да көбейгені соңғы жылдар ма деп ойлайтын едік та. Сіз қалай ойлайсыз? Жалпы енді Моңғолия мемлекеті 1990 жылға дейін бір жүйелік системамен дамып келді ғой. Социализм қоғамымен жүріп келді. Сол 90 жылдан бастап мына көп жүйелік системаға көшкеннен кейін біздің мемлекеттің шет елдермен ара қатынасы, байланысы ары қарай жақсара бастады. Яғни шетелдерден бізге келетін саяхатшылардың саны молая бастады. Бір сөзбен айтқанда, жалпы біздің мемлекет басқа елдерге ашық, жариялы бола бастады деген сөз. Сол күннен бастап жалпы Моңғолия мемлекетін басқа мемлекеттерге танытуға байланысты әртүрлі фильмдер, өзің айтпақшы, шыға бастады. Сонымен негізі бұл туризм, саяхат деген нәрсе біздің Моңғолия мемлекетінде 1954 жылдан бастап алғаш құрыла бастаған екен. Жалпы саяхаттау деген ұғым содан пайда болған. Сол кезде жаңағы жекелік емес, ол кезде барлық жаңағы жеке компаниялар болмады. Ол кезде жаңағы алғаш рет осындай өкіметтік ұйым болып қалыптасып, сол арқылы көрші мемлекеттерден аздан саяхатшылар келе бастаған. Бірақ негізінде Моңғолия мемлекетінде мына туризм саласының дамуы қай кезден басталды дейтін болса, сол 90 жылдары біздің мемлекет көп жүйелі системаға көшу, яғни жаңа демократиялық жолмен дами бастағаннан бастап біздің мемлекетті танитын елдер көбейе бастады. Сондықтан енді 90 жылдан 2000 жылдың арасында бір 10 жылдай уақыт болды. Біз 98 жылдан бастап студент болдық. Сол 2000 жылдар кезінде мен сол Улан-Батыр қаласында Монғолияның ұлттық университетінде оқып жүрген кезімде, сол екінші курс кезінде сонда бір таныстар болды. Моңғол ағайындар, таныстар. Бірақ бізден бірнеше жас үлкен ағалар. Сол кісілер бір күні маған кезігіп, сол өздері бір сондай саяхат компаниясын құрғанын айтты маған. Біз осындай жаңа саяхат компаниясын құрдық. Сол алда келе жатқан айда жазға қарай біз Баян-Өлгей жеріне осындай саяхатшылар апармақшымыз. Ол 2000 жылы. Сол саяхатшыларды апаратын болсақ, біз Баян-Өлгейде ешбір жер білмейміз. Баян-Өлгей дегеніміз Моңғолияның басқа аймақтарынан қарағанда ерекшелігі бар. Ол өзі қазақ аймақ. Ол жерде жаңағы тіл ерекшелігі бар, салт дәстүрі бар деген сияқты барлығы Моңғолияның басқа жерлерінен қарағанда өзгеше. Сондықтан сен осыған бізге еріп жүрсең қалай болады деген осындай маған ұсыныс айтты. Мен өзім студент, ол көктем айы болатын.
мектеп бүтүүгө таяган. Соны мен жарайт деп ол кісілердің ұсынысын қабыл алдым. Сол бойынша сол кісілердің ең алғашқы саяхатына бірге еріп жүрдім. Ол кезде мен тіл білмеуші едім, ағылшын тілін білмеймін. Тек қана соған жаңа жол көрсету, сонымен жаңа көмекші ретінде осылай еріп жүрдім. Сонымен жүріп, сол жылы сол кісілердің 2 рет саяхатына жүрдік. Онан кейін мына біздің Баян-Өлгей аймағы қазір Монғолияның басқа аймақтарының ішінде ерекше саяхатты дамытуға бір негізгі өлкө болып қалыптасып келеді. Өйткені біздің мына Баян-Өлгей аймағы басқа аймақтардан ерекшелігі бар аймақ. Мұнда тек қана қазақтар тұратын. Жалпы мына Баян-Өлгей аймағының жалпы халық саны ең соңғы мәліметке қарағанда 108.300 адам деп көріп отыр. Осының 90% қазақтар тұрады. Енді қазақтарды өздеріңіз білесіздер, біздің салт дәстүріміз, тіліміз, дініміз, мәдениетіміз деген сияқты осының барлығы ол моңғол жұртынан өзгеше. Сондықтан соған да жаңағы шетел азамат саяхатшыларының қызығушылығы өте көп. Сонымен сол азаматтар осылай 2 рет саяхат жүргізді. Соған мен бірге жүріп, ең алғаш менің саяхатқа жүріп бастағаным солай басталды. Сол да бір жағы маған жаңағы саяхат саласына қарай бет бұруға үлкен түрткі болды деп айтуға болады. Онан кейін сол келесі жылы 2001 жыл болатын, 2001 жыл. Содан 2002 жыл біз көктемде тауыстық. Мектеп тауысқаннан кейін мен сол осы өзіміздің туған өлкеміз Баян-Өлгей аймағына келіп, осында нөмір 4-ші мектепте мұғалімдік болып жұмыстадым. Сол жылы қыста жұмыстап, енді жазында қайта сол жаңағы менің таныс азаматтарым осы өлкеге қарай саяхатшылар жүргізе бастады. Сондықтан мен енді қайткен күнде мына саяхатшыларға жыл сайын тіл білмей былай ере беру емес, өзім де тіл білгенім дұрыс екен деген ой келді да. Содан осы өлкеде бізде әртүрлі шетелден келіп мектептерге сабақ үйрететін сондай жақсы көңілдікпен жұмыстайтын мұғалімдер болады. Сол кезде бір Американың азаматшасы біздің осы өлкеде ағылшын тілінің курсын жүргізіп жатыр екен. Соған барып мен алғаш оқи бастадым. Сонымен солар 5-6 ай төңірегінде ағылшын тілінің курсын оқып, содан ары қарай негізінде тілімді жақсартып, тіл жақсарғаннан кейін енді ары қарай одан да көбірек жұмыстау қажет болды. Солай сол енді 2002 жылдан 2001 жылдан 2007 жылға дейін солай жаңа таныстар арқылы немесе басқа компанияларға әртүрлі қызметтер атқарып жүрдім. Жаңа шоферлік қызмет атқардым, жол көрсетуші болып жүрдім, көмекші болып жүрдім. Соңына қарай тілім жақсарған, аудармашы жасадым деген сияқты. Сонымен осылай жұмыстап жүріп, 2007 жылы мен өз алғаш рет осы Алтай Expedition деген компанияны құрдым. Сонымен осы компанияны құрып, өзіміз ғаламторда парақшамызды жасадық, веб-сайтымызды. Сол арқылы өзімізді насихаттап, күні бүгін жұмыстап жатырмыз. Жалпы осы Алтай Expedition компанияңызбен шетелдік қанша саяхаткер қабылдадыңыздар? Жалпы орташа енді әр түрлі. Мысалы, ең алғаш құрылған кездерде, алғашқы жылдарында біз аздау болды. Бір жарым. Жалпы енді осы уақытқа дейін қабылдағандарыңыздың саны орташа қанша саяхатшы қабылдадыңыздар? Кейінгі жылдары болғанда жақсы болды. Мысалы, өткен мына 2018-2019 жылдары болғанда біз жылында 500-ге дейін саяхатшылар қабылдап жүрдік бір жылда. Енді оның барлығын есептеп көргеніміз жоқ. Енді оның барлығын қосатын болса, бір қанша 2000 шамасында саяхатшылар қабылдаған болуымыз керек. Жалпы сол енді мына 90 жылдан кейін Монғолия елінде саяхат деген бір жаңа сала қалыптаса бастады. Қазір енді біздің мемлекеттің негізгі шаруашылығы мына тау-кен өндірістері, тау-кен саласы, онан кейін ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы, сонан кейінгі кіретін үшінші бір қарқынды дамып келе жатқан осындай сала болып қалыптасып келеді. Соған сәйкес енді біздің Баян-Өлгейде де көптеген саяхат компаниялары қалыптасып өз жұмыстарын басқарып жатыр. Ал мына жерде мен бір кішкене статистикалық мәліметтер айтайын деп ойлап отырмын. Жалпы мына 2019 жылы
біздің осы Монғолияға 577.662 адам жаңа саяхаттаған екен, шетел саяхатшылар. 577.262 адам саяхаттаған сырттан. Ал соның алдыңғы 2018 жылы 529.360 адам саяхаттаған. Енді біздің мемлекетіміз жарты миллиондай саяхатшы келіп тұрады екен ғой, жылына дегенде. Соңғы жылдары негізінде жарты миллионға таман барып қалды. Енді содан кішкене асып жүр. Бұл санды біздің мемлекетіміз ары қарай 1 миллионға жеткіземіз деген осындай мақсат қойып жұмыстап отыр. Сонымен тағы да қызықты болу үшін айта кетейін. Сол 2019 жылы бұл саладан біз 607.231.000 ақш долларының жаңа қаржысын тапқан екенбіз осы саладан. Бұл жаңағы ел көлеміндегі сома деген сөз. Жалпы мына саяхат саласына жаңағы саяхатшылардың қызығушылығының себебі неде деп ойлайсыз? Неге, не үшін келіп жатыр? Монғолияға не үшін сондай саяхатшылар? Монғолияның өзінің жаңағы адам саны 3 миллионға жақын. Сонда жарты миллионнан астам жаңағы саяхатшы келіп тұруының себебі қандай себептерден болып осындай саяхатшылардың келуі? Бізде көптеген ерекшеліктер бар. Монғолия мемлекеті өзі мына Орта Азияда орналасқан, мына мұхиттардан алыс болғанымен жер ерекшеліктері бар. Бізде мына көне тарихи жазбалар бар. Енді ары қарай айтатын болсақ, мына сақ дәуіріндегі, одан бері қарай мына турк дәуіріндегі үлкен сондағы тарихи естеліктер, сынтастар дейміз, осының барлығы біздің жерімізде. Оның сыртында біздің жалпы Монғолияның табиғаты әсем, табиғаты таза, бұзылмаған. Ал оның сыртындағы ең бір негізгі саяхаттың қызығушылық танытатын себебі бұл Монғолияның көшпенділердің өмір тіршілігі деген салт дәстүрі, қазірге дейінгі сол көшпенділердің тіршілігімен өмір сүруі басқа қай мемлекетте де жоқ. Осы өз қалпында сақталғандығы бұл енді бір осы саяхаттың ең негізгі қызығушылығы болып табылады. Яғни байырғы салт дәстүрін сақтап, байырғы қалпын өзгертпеген үшін дейсіз ғой, иә? Иә, сондай деген сөз, иә. Енді оның сыртында да бізде бұл табиғат, әсем табиғат көп. Бізде үлкен таза көлдер, өзендер, сонымен қатар Монғолияның жалпы мына солтүстігін алып қарайтын болсақ, солтүстік жағы көбінде шөлейт құм болып келеді. Ал онда мысалы бізде мына сол шөлейт құм жерлерден динозаврлардың сүйектері көптеп табылды. Оның тасқа айналған жұмыртқалары табылды. Бұның өзі де шетелдің саяхатшыларын тартатын үлкен бір орынға айналып отыр. Ал енді батысын алып қарайтын болсақ, көбінде таулы өлке. Біздің қазір Баян-Өлгей аймағының жері таулы. Енді оңтүстігіне қарайтын болсақ, о жағы азғантай орман тоғай болып келеді. Негізі біздің Монғолияның жері сонша орманды емес, бірақ дей тұрғанмен бізде барлығы бар. Орманды жерлерде бар, таулы өлкелерде бар, қаншама километр жүретін үлкен жазық далалар да бар деген сияқты. Сондықтан бұл жаңағы әсем табиғат, бұзылмаған, қалпында сақталған табиғатпен қазіргі адамдардың салт дәстүрі, өмір тіршілігі осы саяхатты шақырудың ең негізгі бір үрейлі болып отыр. Жалпы Монғолиядағы саяхат саласында жаңағы Баян-Өлгей аймағындағы тұратын қандастардың үлесі қанша? Бізде сол негізгі Монғолия көлемінде алып қарайтын болса, бізде ең көп саяхатшылардың баратын жерлері қазір мына Хөөскіл деген бізде үлкен көл бар. Енді мына жер құрылысына қарай көретін болса, негізі мына Байкал көліне қарай жақын орналасқан Хөөскіл деген көл. Бұл енді өте әсем сулы көл дейсіз ғой. Қазақшасында көп сулы көл. Осы көлдің атын да қазақтар берген деп айтады. Сондықтан көп сулы көл деген сөз.
солай қарай негізгі Монғолияға келетін жаңағы 500 мың, жарты миллион саяхатшының көбі солай барады. Онан кейінгілер жаңағы шөлейт құм дала, жаңағы мен айтып отырған солтүстікке қарай барады. Енді негізінен біздің Баян-Өлгей жері батыс жағы болғанда осы үшінші саяхат орны болуға айланып бара жатыр. Өйткені қазір мына біздің Баян-Өлгейдің жері Монғолияның ең биік жері. Біздің өзіміздің қазір өмір сүріп отырған ортамыздың өзі, мына Баян-Өлгей қаласы теңіз деңгейінен 1700 метр биіктікте орналасқан. Онан кейін жалпы мына Алтай таулы жотасы, Алтай таулы жотасының сілемінде біз өмір сүріп жатырмыз. Бұл Алтай таулы жотасының төрт жағында төрт мемлекет өмір сүреді. Жаңа Қазақстан бар, Орыс бар, Қытай бар, сонан Монғолия деген сияқты. Сонда біздің мына Баян-Өлгей аймағының саяхатын дамытуға бір ерекше тағы да жақсы жақтар деп айтатын болсақ, мына Монғолияның ең биік таулары біздің осы Баян-Өлгей аймағында орналасқан. Мына Алтай таулы жотасының ең биік шыңы Белуха деген тау бар. Ол қазір Орыстың жерінде. Оның кейінгі екінші биік шыңы біз Хуйтын деп атаймыз. Бұл суық. Моңғолша Хуйтын деген сөз, қазақша суық деген мағынаны білдіреді. Сол суық деген шың, Хуйтын деген шың осы біздің Баян-Өлгейдің жерінде орналасқан. Сондықтан осыған жаз бойында шетел саяхатшылары көптеп келіп осы тауға өрмелеу саяхаттарын негізінде сәуір айынан бастап келе бастайды. Ол кезде болғанда бұл өте көп қарлы болғандықтан өрмелеуге сондай қолайлы емес, бірақ жаңағы зырғанауға қолайлы болады ол кезде. Онан кейін ары қарай сол негізі шілде айынан бастап негізінде ары қарай сол тауға өрмелеу саяхаттарын жүргізеді. Осы жағы тағы да бізге бір ерекше саяхатты дамытудың негізгі жаңағы бір жақсы жағы болып отыр. Оның сыртында біздің мына Баян-Өлгей аймағы тікелей Орыс мемлекетімен және Қытай мемлекетімен шекараласады. Осында екі үлкен, жалпы біздің Монғолия мемлекеті үлкен екі көрші мемлекет бар. Монғолия, Қытай және Орыс деген сияқты. Біздің сонда мына Баян-Өлгей аймағы тікелей осы екі мемлекетпен қатар шекараласады. Бізде үлкен халықаралық шекара бекеті бар. Орыс пен Монғолияның ортасында. Ол тікелей біздің Баян-Өлгей жерінде. Бұл да ары қарай саяхаттың дамуына қолғабысын жасап отыр. Өйткені жаңағы Орыстың енді біздің шекарадан ары қарай өте қалғанда Орыстың Сивыр өлкесіне қарай тура қосылады. Сонда жаңағы Орыс мемлекетіне келген, Сивырге келген көптеген саяхатшылар осы өткелек арқылы бізге де келіп саяхаттайтын осындай мүмкіндіктер бар. Екінші жағынан біз енді мына алдыңғы жағымыз шығыс жағынан Қытай мемлекетіне тағы да тура біздің аймақтың жерімен шекараласады. Сондықтан осындай бізге үлкен экономикалық зона. Басқа аймақ, Монғолияның басқа ішкі аймақтарынан қарағанда бізде осындай мүмкіндіктер бар. Жалпы жаңағы мемлекет тарапынан осы әлемдік үлкен телевизиялар немесе жаңағы актер, актрисалар, жаңағы артистерді әкеліп, мына жарнамалау, сондай шаралар өте ме? Қалай осы жақ? Ондай шаралар өтеді. Енді қазір болғанда негізінде бұл әлемдік деңгейдегі үлкен қаржылар мемлекеттен бөліне ме осы саладарды, жаңағы саяхатты дамыту үшін деп жарнамалауымыз керек мемлекетті деген сияқты үлкен бір шаралар өте ме осыған байланысты? Ондай шаралар негізінде қазір біздің Монғолия көлемінде 1200-дей саяхат компаниясы жұмыс жасайды. 1200. Бұның барлығы жекеменшік компаниялар. Ешбір жаңағы өкіметке несін төлейді, салығын төлейді, бірақ пайдасын өздері көретін осындай жекеменшік компаниялар. Сондықтан жаңағы негізінен осы компаниялар көбінесе Монғолия мемлекетін басқа мемлекеттерге насихаттау жұмыстарын жеке компаниялар көбінде жасайды. Бірақ дей тұрғанмен де Монғолия мемлекетінен жыл сайын бұл компаниялардың жұмысын жақсартуға, одан да көп саяхатшылар тартуға қаржылар бөлінеді. Мысалы, қазір Азия даму қорының, Азия даму банкесінің қаржысымен 38 миллион ақш долларының көлемінде осындай үлкен жоба жүріліп жатыр біздің мемлекетте. Бұл ақша неге жұмсалады дегенде, біздің жаңағы мен жоғарыда айтып отырған
саяхатшылардың көбірек баратын негізгі жерлері, жаңағы Көкөскел аймағы ма, Баян-Өлгей жері ма, осындай жерлердің жол қатынастарын жөндеуге, сондағы тіршілік ететін халықтардың осы салаға кіріп жұмыстауына мүмкіндік жасау, сол өлкедегі тіршілік ететін халықтардың білім деңгейін жақсартуға деген сияқты, мүмкіндігін жоғарылатуға деген сияқты, табиғатты қорғауға, онан кейін енді бұл саяхатшы көп келгеннен кейін онда қоқыстар тасталады, сол қоқыстарды тазартуға, белгілі бір сондай қоқыстарды ары қарай жойып отыруға, нүктелер орнатуға деген сияқты, шағын өндірістер ашуға деген сияқты осындай жұмыстарға жұмсалып жатыр. Жаңағы 38 миллион ақш долларының төңірегінде осындай жоба. Бұл жоба алдымен сол біздің мына оңтүстіктегі жаңағы көп сулы көл өлкесінде жүрілген. Енді осы биыл мында жазғы айдан бастап біздің Баян-Өлгей жерінде де жүрілгелі отыр. Оның сыртында бізде болды, енді мында көп жылдар болды. Мына әлемге танылған үлкен телевизиялар бар, мысалы BBC дейміз. Осындардың өкілдерін біздің елге шақырып әкеп, бұлар көптеген бізде жаңағы деректі фильмдер жасады. Деректі фильмдер, күнделікті сол салт дәстүр қалай болып жатыр, Моңғолияның табиғаты қалай, келген адамдар не көру керек деген сияқты осының барлығын жаңағы фильм болдырып түсіріп, осыны ары қарай әлемге танытып жатыр. Оның Яғни сыртында осыны жаңағы фильмдер түсіруге жаңағы Моңғолияның мемлекет тарапынан ақша бөлініп отыр ма, әлде сол BBC өздері ақша бөліп сол арқылы келіп отыр ма, осы елді көрсетейік деп? енді әрі қалай. Мұндай деректі фильмдер өте көп түсіріліп жатыр ғой, мысалы әртүрлі саладардан. Кейбіреуі тек қана мысалы бір түрлі салт дәстүрді насихаттауға байланысты, енді бір түрі тек қана табиғатты деген сияқты, енді біреуі тек қана біздегі азайып бара жатқан жан-жануар, жәндіктер ма, аң құстарды насихаттауға деген сияқты. Сондықтан енді бұған кейбіреулеріне мысалы жаңағы айтып отырған менің 1200-дей туризм саласында жұмыс жасайтын саяхат компаниялар бар. Солардың көмектері арқылы кейбіреулеріне өкіметтен Яғни менің сұрағым негізі мемлекеттен жаңағы қаржат туризмді дамытайық деп басқа елдерге жаңағы басқа недерге компаниядарға ақша бөліп, соларды жұмыс еткізіп сол елге, яғни елімізді көрсетсін, дамытсын, мына елдегі туризмді біз осылай басқаларға көрсету арқылы дамытамыз деп өзі атсалысып жатыр ма, әлде басқа елдер қызығушылықпен сол Моңғолияға келіп, осы елді біз көрейік, мынада ерекшелік бар екен, осыны басқа елге танытайық деген сондай бір не көбірек па деп, басымдылығы қай жағы деп соны сұрағым келеді. Басымдылығы дегенде бұның қай-қайсы да бар енді. Бұл біздің мемлекетте ондай өте үлкен дамыған қаржылы мемлекет емес қой, бірақ дей тұрғанмен өз деңгейінде жыл сайын қаржылар бөледі. Мысалы, мына жыл сайын наурыз айында Германияда ITV Берлин деген үлкен не болады, жәрмеңке болады. Саяхатты мына дүние жүзінің әлемнің барлық елдерінен келетін қатысатын осындай үлкен жәрмеңке. Мысалы, осыған жыл сайын баруға, мысалы Моңғолиядан бір 10 ба 20 компания барамыз деп пікір білдірді дегенде, соған белгілі бір мөлшерде сол мемлекеттен сондай қаржылай көмек көрсетіп, немесе соның тағы да басқа қандай мүмкіндіктері бар. Оған енді барып қатысу үшін көптеген заттар алып бару керек, ұлттық ерекшелікке байланысты дүниелер апарып көрсету керек деген сияқты. Осыларға осылай көмектесіп жатады. Негізінде осы ITV Берлин жәрмеңкесіне біздің Моңғолия мемлекеті жыл сайын тұрақты қатынасады. Бұда да бұл мемлекетті ары қарай көп елдерге танытудың бір шарасы деп айтуға болады. Енді жыл сайын дәл сондай мөлшерде ақша қаржы бөліп жатыр дегенді мен жақсы білмеймін, бірақ дей тұрғанмен әртүрлі жолдармен осы саяхат саласына қаржы бөлу арқылы, жаңа мен жоғарыда айттым, Азия даму банкесінің қаржыландыруымен 38 миллион ақш долларының көлемінде осындай қаржы жұмсау арқылы үлкен жоба жүріліп жатыр. Оның сыртында тағы бізде мына Mongolia Travel деген платформ жасалған. Бұда да негізі 30 мың ақш доллар төңірегінде осындай қаржы
қаржының төңірегінде жасалған дүние. Соған да жаңағы мемлекеттен ақша бөліну арқылы осыны ары қарай дамытып отыр. Деген сияқты енді осындай жолдармен жүріліп жатыр. Бірақ енді жалпы бірден мына жекелік компаниялар көп болғандықтан бұл Монғолияны насихаттауға жекелік компаниялардың қосып жатқан үлесі өте жоғары. Өйткені қазір енді қайткен күнде бір үлкен әлемдік деңгейдегі нені шақырып келмесе де, енді ғаламтор арқылы күнделікті осы насихаттау жұмыстары тұрақты жүріп жатыр ғой. Енді оны өздеріңіз де көрдіңіздер. Осындай болып жатыр. Яғни негізі көп жаңағы саяхатшылардың соңғы жылдары көп келуіне тағы бір себеп болып жатқан осы бүркітші қыз Айшолпан арқылы келу жиіледі деген сияқты сондай не бар. Енді біздің Польшадан да арнайы мемлекеттік жаңағы немен фильм түсіруге барып қайтты осы нені бүркітшілердің өмірі жайында, олардың жаңағы Айшолпаннан кейін де қыздар осындай бүркіт ұстау саласында жүргендіктерін көрсетіп, соның қандай әсері болды, жалпы туризмге қандай мүмкіндіктер әкелді? Әрине, бұл бүркітші қыз киносы бізге өте көп әсер әкелді. Бұл киноны алғаш жасаған мына Отто Белл деген ақш азаматы осы киноны алғаш түсірген ғой. Сол кино жаңағы көгілдір экранға шыққаннан кейін бұны көптеген елдер көрді. Сол арқылы бұл тағы да бір үлкен Монғолия мемлекетін жаңа туристер, жаңа саяхаттаушыларға насихаттау жұмысы болды. Ал бұл жерде енді негізінде Моңғол мемлекеті ақша жұмсаған жоқ. Бұл тек қана жаңағы Отто деген азаматтың өзінің ар жағынан келіп, барлық қаражатын өзі көтеріп, жаңа түсірген осындай негізінде деректі фильм ғой енді. Сол Айшолпан деген кішкентай қыз, 13 жастағы қыз баланың қалай жаңағы саятшылыққа бет бұрған жайлы түсірген кино. Бұл негізі мына жаңа мен басында айтылмай қалыпты, мына Баян-Өлгей аймағына, Монғолия мемлекеті, соның ішінде Баян-Өлгей аймағына саяхатшылардың көбірек келуге бір үлкен себеп болып тұрған нәрсе осы саятшылық өнер көбірек себеп болып отыр. Өйткені қазір енді Орта Азия елдерінде бізден басқа, мысалы Қазақстанда, Қырғызстанда саятшылық құратын, саятшылықпен әлі де күні бүгінге дейін оны бұлай ұлттық ерекшелік болдырып, ұлттық өнер болдырып алып жүрген жағдайлар бар ғой. Бірақ дей тұрғанмен тұрмысында әлі күнге дейін қолданатын да. Бізде қазіргі жағдайда өмірінде әлі күнге дейін сол саятшылықты, салт дәстүрді сол қалпында сақтап қалған үшін ерекше дейсіз ғой осы. Сол өнерді сол қалпында, бұны тек бір экономикалық ақша табу көзі болдырмай, бұл әркімнің өзінің қызығушылығы, әркімнің өзінің жаңағы ұлттық ерекшелігі, өзінің қазақ екенін көрсететін осындай құрал ретінде күні бүгінге дейін алып келген саятшылар, осы бүркітшілер біздің осы Монғолияның Баян-Өлгей аймағында сол қалпымен, қаймақ бұзылмаған қалпымен күні бүгінге дейін бар. Сондықтан жаңағы Айшолпан, енді ол өздеріңіз білесіздер, көбінде бұл аңшылық, бүркітпен аңшылық жасау деген ер азаматтардың істейтін жұмысы. Көбінде ерлер осы саятшылық құру, сол бүркіт арқылы аң аулау жұмысын жүргізеді. Бірақ сол алғаш рет осы Айшолпан өз атасынан соны жаңағы өзінің қызығушылығы арқылы үйреніп, сонымен аң ұстатуға дейін барғаны туралы жазылған бұл фильм, Бүркітші қыз деген фильм. Бұл енді саяхатшылардың Монғолияға келуіне өте үлкен үлесін қосты. Өйткені бізде жыл сайын, жылында 2 рет бізде саятшылар тойы деген жаңа фестиваль жүріледі. Біреуі осы қарашаның басына қарай, біреуі сол 9-шы ай дейміз ғой, 9-шы айдың ортасына қарай, біреуі сол қарашаның басына қарай жүріледі. Осындай 2 үлкен фестиваль жүріледі. Енді сол кино шыққаннан кейін осы фестивалға келетін адам саны күрт көтерілді. Мысалға 2016 жылдары, 17 жылдары осы фестивалдың әрқайсысына бір жолда
бұл өзі 2 күн болатын осындай фестиваль. Бұл фестивальда жаңағы саятшылық өнердің толығымен көрсетеді. Қалай бүркітті қолға үйретеді, оны қалай аң ұстатуға болады деген сияқты осының барлық жолдарын көрсететін осындай фестиваль. Сонда мысалы 2016-17 жылдары бұл фестивальға шетелден 600-дей саяхатшы келіп жүрген болса, 2019 жылы 1200 саяхатшы келіп қатысты. Енді мұнда 2020 жыл дегенде бізде ол жағдай, бұл әлем көлемінде мына вирусқа байланысты жұмыс тоқтап тұр ғой. Енді 2020 жылы саяхат жүрген жоқ. Мен сол тек қана 2019 жылғы мәліметтерді айтып отырмын. Сонда 2019 жылы бүркітшілер фестивалына 1200 жаңағы шетел саяхатшылар келіп қатынасты. Сондықтан бұл неге күрт бұлай бір есеге өсті дегенде, бұған сол жаңағы бүркітші қыз Айшолпанның киносы өте үлкен әсер етті деп айтуға болады. Бұл да енді қазір сол Монғолия мемлекетінде саяхатты дамытуға үлкен үлесін қосып отыр. Біздің сұхбатымызды қарап отырған көрермендер бар екен. Араб елдеріне, Сұлтанат Оманнан, Англиядан, Әзербайжандан, Қазақстаннан көптеп қатысып жатыр екен. Қазіргі бір сұрағы бар екен көрерменіміздің. Соны сізге қояйын. Ассалаумағалейкум, туризмдегі ең маңыздысы не дейді? Және келіп жатқан туристердің мемлекеттік деген пайдасы туралы айтып өтсеңіз дейді. Түсінікті ма сұрақ? Иә, түсінікті. Бұл енді алдымен бұл туристердің пайдасы туралы айтатын болсақ, туристерден пайда мол. Мен жоғарыда негізгі 2019 жылы біздің мемлекет осы туризмнен қанша сомадағы қаржы тапқан туралы айттым ғой. 607 миллиард ақш долларын, жаңа миллион доллар. 1 миллиард долларға таяу осындай жаңағы 607 миллион ақш долларының көлемінде қаржы тауып отыр. Сондықтан бұл туризмнің жалпы жергілікті жерге, бұл жергілікті жердің сол мемлекеттің дамысына тигізетін пайдасы өте зор. Өйткені бұл саяхатшылар келу арқылы бұл мемлекетте әуе жол қатынастары дамып жатыр. Ары қарай жаңағы транспорт қатынастары дамып жатыр. Оның сыртында жалпы мына әлемде мынандай бір сан бар. Бір саяхатшы жүріп өткенде жаңағы 13 жаңа жұмыс орны пайда болады деген осындай. Жаңағы 11-ден 13 жұмыс орны пайда болады деген осындай. Бір статистик сондай сан бар. Сол сияқты жаңағы мен басында айттым, біздің мемлекетке жылына 500 миллиондай саяхатшы келеді. Сонда осы саяхатшылар арқылы бізде 60 мыңдай жұмыс орны пайда болады. Негізі бұл Монғолияның саяхат саласы 60 мың адамды жұмысты болдырып отыр деген сөз. Сондықтан бұл саяхат ары қарай дамитын болса, шетел саяхатшылар көбірек келетін болса, жергілікті жерде жұмыс орындары жаңадан пайда болады. Жастар сол шетелдің адамдармен қатынас жасау үшін ағылшын тілін үйренеді, шетелдің мәдениетіне үйренеді деген сияқты осындай. Оның жақсы маңыздары көп. Мәдениет алмасу дейсіз ғой. Мәдениет алмасу. Енді бір жағы, енді ол біздің Монғолиядағы халықтың көбі көшпенді тіршілікпен тіршілік етіп отырса да, сол өзінің мәдениетін басқаға бөлісу арқылы аз да болса семьялық кірісін молайтып отыр деген сөз. Қосымша кіріс табу, қосымша кіріс көздерін арттырып отыр деген сияқты. Сондықтан енді ол бізде қазір ең бірінші дамып отырған сала мына тау-кен өндірістері, мына үлкен қазбабайлық орындарын игеріп жатыр ғой. Бірақ оның бір несі, ол табиғатқа зиянын келтіріп жатыр. Суды ластап жатыр, топырақты, әдемі табиғатымызды қазу арқылы бұны табиғатты бүлдіріп жатыр. Ал бізде туризмде ондай нәрсе жоқ. Туризм болғанда енді келді, көрді, ол кісі қайтты. Ол кісілерден енді ондай өте үлкен қаусар зияны жоқ деген сөз. Сондықтан жаңа жергілікті халқына тигізетін ықпалы жақсы.
пайдасы зор деген сөз. Жалпы мен айта кетсем, осы былтырғы алдыңғы жылдары мына пандемиядан бұрынғы кездерде осы Европадағы таныстарымыз саяхатты, мысалы, көбінде Түркияға жасайды, одан кейін мына Италия, Испания сияқты елдерге жасайтын таныстарымыз айтады да, барғанда дейді, барып қайтқанша шаршап қайтамыз, өйткені халық көп, жүретін адам көп, андай мүмкіндіктер барып бір жерден бірдеңе көру үшін сондай көп кезек күту керек, сондай көп мәселелер болады дейді да, сонымен андай саяхатымыздың, демалысымыздың несін ала алмай жатамыз дейді. Ал мына жаңағы Монғолияға, Қазақстанға, Қырғызстанға саяхат жасаған, соңғы жылдар саяхат жасағандар өте көп, осы жақта да андай недерін жүргізіп жүреді, барып қайтқан тәжірибелерін бөлісіп жатады. Сол кезде айтады да, кең дала, жаңағы табиғи, барлық нәрсе табиғи қалпын сақтаған деп жатады. Сондықтан біздің елдерге қызығушылығы көп, жаңағы табиғи қалпын әлі күнге дейін сақтаған күйінде, жаңағы жасандылықпен емес, қандай бір жаңағы экологиялық зиянды бір несі болмағандықтан ол жаққа бару өте рахат. Бүгін таңертең де менің бір кореялық досым хабарласып отыр да, сөйтіп сол да айтып отыр, 50 миллион халық тұрады Кореяда, соның дейді 10 миллионы жаңағы Сеулде тұрады дейді да, бір қалада соншалықты халқы. Енді сен елестетіп көр дейді. Сонда қалай біз сондай кең далаға бармасқа, кең даланы көру біз үшін ол деген бір үлкен ғанибет қой дейді да. Сондықтан жаңағы барды бағалап, соның ерекшелігін көрсетіп, жақсы жаңағы туристер, мына түрік халықтарында да жаңағы туризмді дамытудағы өздерінің жалпы халықтың менталитетіне айланып кеткен да, мына түріктерді өзі қандай адам болса да шетелдік адам көргенде оған деген қатты бауырмал болып, керек болса тегінде бірдеңесін бере салып сөйтеді. Содан кейін андай барған адам да көңілді қайтады да, адамдардың көңіл күйін жаңағы күлімдеген жүзінен алып қайтады. Сонымен сол жаққа баруға құштар болып тұратын еді. Ал қазіргі жағдайда біздің жаңағы табиғилығымыз, елдегі жаңағы жердің табиғилығы, осының бәріне деген қызығушылық көп. Сондықтан ары қарай осы сала өзінің несін тауып, жолын тауып, ары қарай дами береді деген ойдамын. Сіздің жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет, алтын уақытыңызды бөліп осы жобаға қатысқаныңызға. Бір нәрсе қосып айтайын, жаңағы өзіңнің соңғы неңе байланысты. Біздің Монғолия мемлекеті енді бүгінге дейін өз шамасынша саяхатты дамытып келді. Ал бізде бір кемістік болған, бұл қандай кемістік дегенде, біздің мемлекет енді мына Европа елінен, басқа құрлықтардан кіте шалғай орналасқаны, әуе жол қатынастары бізде кіте қиындау болған. Бұрын бізге келетін шетел саяхатшылар көбі мына Москва, содан Корея, онан Бейжің дейміз, осылай жалғасу арқылы келіп тұрған. Ал мына өткен жылда 2019-да ген ашылды ғой бізде. Бізге тура мына Стамбулдан Улан-Баторға тура тікелей әуе жолы ашылды. Сондықтан жаңағы бұл мемлекеттің тарапынан да бұған мән беріп, бұл шетел саяхатшыларын біздің мемлекетке тезірек келу, жаңағы бір 10 күн демалысы болды дегенде, сол демалысының көп күні жолға кетіп қалмас үшін осыны ары қарай жақындаттыруға мүмкіндіктер жасап жатыр. Сондықтан енді қазір мұнда жағдай әлем көлемінде мына ковид вирусқа байланысты кіте тоқтап тұр. Енді ары қарай ашылғаннан кейін бізде де бұл келушілік, бұл басқа шетелдердің бізге келетін мүмкіндіктер ары қарай ашыла береді деп ойлаймыз. Ал онан кейін жаңа қонақ жайлыққа келетін болса, енді біздің бұл Монғолияда адамдар өте қонақ жай. Бұда жаңағы ол бір үйінің маңайынан кетіп бара жатқан адам болса да, өзі шақырып алып, мұнда үйіме келіп тамақ ішіп қайт.
шай ішіп қайт деген сияқты осылай шақырып жатады. Ол жағынан бізде өте жақсы. Одан кейін тағы да бір фильмдерде де солай көрсетілген да, қалай бар болса солай көрсетілген, андай жасандылықсыз адамдардың өмірін солай көрсеткен үшін де жаңағы шетелдіктердің қызығушылығы маған көптеп мына әртүрлі недермен жіберіп жатады, оқыған ақпараттарын жіберіп жатады. Осындай Қазақстанның, Моңғолияның осындай ерекшелігі бар екен, осындай мүмкіндіктер бар екен ғой деп сондай бірдеңе көрсе маған жіберіп жатады да, сіздерде осындай күшті недер бар екен, ерекшеліктер осындай бар екен, қандай керемет, андай жасандылықпен емес, кәдімгі андай қарапайым ғана өзінің бар болмысымен көрсетілген деп сөйтіп бағалап жатады. Сондықтан тағы да бір статистикалық жаңағы зерттеу сан ойыма келіп отыр. Енді мына жалпы Моңғолияға келіп қайтқан саяхатшылар арасына әртүрлі жаңағы зерттеулер жүргізеді ғой, енді сұрақ жауаптар. Бұл ел сізге ұнады ма? Ұнаса қай жер ұнады? Не көрдіңіз, не білдіңіз, қайта келесіз ба деген сияқты осындай нелер жүріледі екен да. Сонда сол келген адамдардың, сол жаңағы зерттеу жұмысына қатысқан адамдардың 50% мен бұл елге қайткен күнде қайта бір келем деген осындай жауап береді екен. Бұл не деген сөз дегенде, бұл жаңағы келген барлық саяхатшылардың 50%-ына бұл біздің мемлекет ерекше ұнап тұр деген сөз. Ол кісі енді 10 күннің ішінде үлгермей қалған, көре алмай қалған жерін қайта кеп көру арқылы, немесе сол саяхатқа жүрген барысында кезіккен дос жарандарына тіпті ары қарай жақын дос болу үшін қайта келем деген осындай жауаптар береді екен. Сондықтан енді біздің мемлекет енді басқа мемлекеттерге қарағанда туризм саласын жаңадан дамытып жатқан, жаңадан былай дұрыс жолға түсіп, енді даму сатысына көтеріліп келе жатқан осындай сала біздің мемлекетте. Сондықтан ары қарай бұл сала жақсы дамиды дегенге менің де сенімім зор. Қазір мына бізді көріп отырған ағайындар, қандастар болсын, олардың дос жарандары болса, жалпы біздің мемлекетке келу үшін қандай мәліметтер керек болса, маған тікелей хабарлассаңыздар, мен оны ары қарай жалғастырып айтып беруге даярмын. Онан кейін тағы бір нәрсе ойыма түсіп отыр. Бізде мына барлығы 24 мемлекеттің азаматтары 21-ден 90 қонаққа дейін біздің мемлекетке ешбір визасыз саяхаттайтын мүмкіндік бар. Мүмкін енді кейбір адамдар соны білмеуі де мүмкін. Осындай бізде де мүмкіндіктер бар. Онан кейін кейбір мемлекеттер, мысалы, кейбір мемлекеттерде біздің елдің консул жұмыстамайтын болса, ол адамдар Улан Батырға келгенде халықаралық әуежайдан тура виза алатын да мүмкіндіктер бар деген сияқты. Сондықтан бұл енді ары қарай біздің мемлекетте осы салаға ерекше мән беріп отыр. Бұл ары қарай жақсы дамиды деп ойлаймыз. Рахмет бүгінгі уақытыңызды бөлгеніңізге және осындай жақсы ақпараттармен бөліскеніңізге. Сізге сәттілік тілейміз. Аман сау болыңыздар. Рахмет көрермендер үшін. Мынандай игі іс бастама көтеріп, бұл енді қанша алыс бір құрлықта отырсақ та, бұл қандастарды біріне-бірін жақындастыруға үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. Сондықтан өзіңнің де жұмысыңа табыс тілеймін. Сәттілік. Рахмет. Сау болыңыз.